Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін муравейник рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде соңына дейін қарап көреміз. Ол үшін ең алдымен бізге ұн керек, содан кейін 2 жұмыртқа керек және қамыр қопсытқыш, сонымен қатар үй температурасындағы осындай сары май керек. Ең алдымен сары майымызды үлкендеу ыдысқа салып, үстіне жұмыртқамызды салып, және де қамыр қопсытқышымызды саламыз. Бұл жерде мен бір қамыр қопсытқыш салдым. Негізі 400 грамм ұнға бір пакетик кетеді, ал 800 граммдық ұнға уже 2 пакетик қосатын боласыздар. Енді осылай жақсылап тұрып барлығын біркелкі масса болғанша араластырып аласыздар. Одан кейін үстіне жаймендеп ұнды сеуіп қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде май өте көп болғаннан кейін біз тығыздау қамыр илейміз. Себебі егер ұныңыз аз болып, қамырыңыз тым жұмсақ болып кетсе, онда муравейнигіңіздің тестасы да майлы болып шығады. Осы рецепт бойынша барлығын мөлшермен салатын болсаңыздар, өте жақсы қамыр шығатын болады. Қамырды тез илеуге тырысамыз, себебі қолымыздың жылулығының көмегімен майымыз еріп, көп ұнды талап етуі мүмкін. Сол себепті тез-тезден илеп, жақсылап ен қандырамыз. Міне осындай қамыр шығады, тығыздау келген. Мен оны теркадан өткізгенде ыңғайлы болу үшін 2-ге бөлдім. Және 2-ге бөлгеннен кейін әрбіреуін пакетикке салып, бір жарты сағатқа морозилкаға қойып қойсаңыздар болады. Немесе әрі қарайта, мысалы 2-3 күн осылай морозилкада сақтап, қонақ келетін кезде алып, теркадан өткізіп, муравейник пісіріп жіберуге болады. Міне менде шықты морозилкадан. Енді осындай терканы аламыз. Көбіңіздің үйіңізде бар болатын шығар. 2 түрлі де істеуге болады, мысалы жуан жағымен де істеуге болады. Бірақ мен осындай кішкене средний несімен істеймін, насадкасымен. Содан жаңағындай қатқан уже кішкене қаттылау, прям қатты емес, енді кішкене қаттылау жаңағы тестаны аламыз да, жақсылап тұрып, жайып, духовкаға салатын боламыз. Міне осылай әп-әдемі болып піседі. Енді духовка әркімде әртүрлі ғой. Сол себепті қарап отырамыз осылай қызғанша. Піскеннен кейін осылай кішкене бөліктерге ұсақтатып алып, бір жаңағы ыдысымызға саламыз. Міне өте әдемі болып шықты. Енді муравейнигіміздің тестасын араластыратын боламыз. Ол үшін бізге 2 ингредиент қажет, яғни қойытылған сүт, яғни сгущенное молоко дейміз, және қайнатылған сүт, яғни вареная сгущенка дейміз. Осы екеуін бірдей мөлшерде қосып, қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып, біркелкі масса шыққанша араластырып аламыз. Ең басында перчаткамен істеп көрдім, бірақта перчаткам бір жақта, тестам бір жақта қалып қойғаннан кейін қой деп өзімнің қолымның көмегімен осылай жақсы қылып, осындай күшті әп-әдемі теста шығардым. Қарасаңыздар да болады, осында арасында ірілеулері келсе, қолыңызбен үгітіп жібересіз. Міне осылай массада болу керек. Енді пішінін келтіретін боламыз. Өзіңіз білесіңіз, өзіңіздің фантазияңыз. Мен андай сопақша келген пішінде істейтін болам. Ол үшін осындай кәдімгідей пакетик алдында ең түбіне бір қасықтай муравейниктің қамырын салып, осылай қолымның көмегімен осындай пішін шығардым. Муравейникті безендіруге мен фисташка қолдандым. Өздеріңіз білесіздер, мысалы кокосовый стружка қолдануға болады, немесе мак қолдануға болады, немесе кәдімгідей үккіштен өтілген шоколадты да қолдануға болады.
Енді мен жанағы целлофан үлкен болып кетті да, мен осылай жан жағын қайшымен қиып алдым өзіме ыңғайлы болу үшін. Тағы да бір рет көрсетейін. Бір қасықтай жанағы қамырды алып, осындай целлофанның түбіне итеріп, осылай қолымыздың көмегімен пішін жасайтын боламыз. Енді осы муравейникті істеп үйреніп алсаңыздар, тіпті заказға да жасап, кәдімгідей үйде отырып табыс табуға болады. Өздеріңіз көргендеріңіздей қоспаларды өте қарапайым және күнделікті есік алдындағы дүкеннен табуға болады. Міне соңында осындай әп-әдемі сүйкімді муравейниктер шығады. Әсемдігі үшін осындай корзиночкаларға да салуға болады. Қарасаңыздар, өте жұмсақ әрі дәмді шығады. Астарыңыз дәмді болсын.